Добрый день. Урок номер 3. Моя малая родина. Менің кіші отаным. Ты будешь читать по ролям, определять значение незнакомых слов по контексту, использовать необходимые знаки препинания в предложениях при составлении коротких текстов. Рөлге бөліп оқисың, контекст бойынша таныс емес сөздерді анықтайсың. Және де қысқаша мәтіндерді құрастырғанда сөйлемдердің арасында тыныс белгілерін қолданасың. Упражнение 1. Послушай заголовок текста. Он называется «Родная земля». Предположи, о чем может пойти речь в тексте. Послушай весь текст. Мәтіннің тақырыбын тыңда. Ол туған жер деп аталады. Және мәтін не туралы екенін болжап көр. Барлық мәтінді тыңда. Наконец наступил долгожданный день, когда Анар с папой отправились в аул. Во дворе первым их встретил дедушка. Хитровито улыбаясь, дедушка объявил: «Сегодня я познакомлю Анар с землей, на которой она родилась». «А где я родилась?» – спросила девочка. «Вон, под той горой Акка стояла когда-то зимовка. В трудные дни мы переждали там буран и непогоду», – объяснил дедушка. «Однажды в весенний день к нам в гости приехала твоя мама. Там ты и родилась. Никогда не забывай свою малую родину», – добавил дед. «Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Расти крепкой, внученька». «Я обязательно стану сильной, дедушка. Вырасту и буду помогать тебе трудиться на земле», – пообещала она и побежала навстречу ветру своей родины. Абылкасымов. Көптен күткен күнде жетті. Анар әкесімен бірге ауылға келді. Оларды бірінші болып атасы қарсы алды. Атасы күлімсіреп былай дейді: «Мен бүгін Анарды туған жерімен таныстырамын». «Ал мен қай жерде дүниеге келдім?» деп сұрайды қыз. «Әне, Аққыз тауының баурайында бір кездері қыстау болатын. Біз сол жерде қиын күндерді, боран күндерді бастан өткердік», деп атасы түсіндіреді. «Бір күні көктемде сенің анаң бізге қонаққа келді. Сен сол жерде дүниеге келдің. Өзіңнің кіші отаныңды ешқашан ұмытпа», дейді атасы. Туған жер өзін ұмытпаған адамға күш береді. «Мықты болып өс, немерем». «Мен міндетті түрде мықты боламын, ата. Мен өскесін сізге жерге еңбек етуге, сізге көмектесуге келемін», деп уәде береді Анар. Сосын өзінің отанының желіне қарсы жүгіріп кетеді. «О чем рассказал дедушка внучке Анар?» Атасы немересі Анарға не туралы айтты? «Где оказалась малая родина Анар?» Анардың кіші отаны қай жерде? «Что дает родная земля человеку?» Туған жер адамға не береді? «Кому дает силу родная земля?» Туған жер күшті кімге береді? «Что пообещала Анар дедушке?» Анар атасына қандай уәде берді? «Знаешь ли ты свою малую родину?» Өзіңнің кіші отаныңды білесің бе? Выпиши из текста предложение, в котором заключен его смысл. Барлық мәтіннің ішінен мәтіндегі айтылайын деген ойды білдіретін сөйлемді жазып ал. Это предложение: «Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит». Это главная мысль текста. Мәтіндегі басты айтылайын деген ой: туған жер өзін ұмытпаған адамға күш береді. Запиши это предложение. Осы сөйлемді жазып ал. Совпало ли твое предположение с содержанием текста? Сенің болжамың мәтіннің мазмұнына сәйкес келе ме? Упражнение 2. Составь рассказ по вопросам. Екінші жаттығу. Сұраққа жауап беру арқылы әңгіме құрастыр. Где находится твоя малая родина? Сенің кіші отаның қай жерде орналасқан? Как называется твой поселок, город? Сенің ауылың немесе қалаң қалай аталады? Что есть на твоей малой родине? Сенің кіші отаныңда не бар? Какие дома, улицы, памятники, какая природа? Қандай үйлер, көшелер, ескерткіштер және табиғаты қандай? Как ты бережешь свою малую родину? Сен өзіңнің кіші отаныңды қалай сақтайсың? Запиши рассказ в тетрадь, используя необходимые знаки препинания. Керекті тыныс белгілерін қолданып, сұраққа жауап беру арқылы әңгімені дәптерге жазып аламыз. Вспомни, есіңе түсір. Рассказ состоит из предложений, связанных по смыслу общей темой.
Предложения бывают повествовательные, вопросительные, восклицательные. В конце предложения ставится точка, вопросительные, восклицательные знаки. Әңгіме дегеніміз ол ортақ тақырыбы бар сөйлемдерден тұрады. Сөйлемдер бір-бірімен мағынасы бойынша байланысқан. Сөйлемдер хабарлы, лепті, сұраулы болып бөлінеді. Сөйлемнің соңында нүкте, леп белгісі немесе сұрақ белгісі қойылады. Упражнение 3. Объясни смысл пословицы. Мақалдың мағынасын түсіндір. Кто любит малую родину, тот любит планету Земля. Кім кіші отанын жақсы көрсе, сол жер планетасын жақсы көреді. Запиши в тетрадь, почему в конце предложения стоит восклицательный знак. Дәптерге осы мақалды жазып аламыз, және соңында неге леп белгісі тұр? Потому что это восклицательное предложение. Себебі бұл лепті сөйлем. Упражнение 4. Чтение по ролям. Рөлге бөліп оқы. Санат, где ты отдыхал летом? Я провел свои каникулы у дедушки и бабушки в селе Курык Атырауской области. Это родина моего папы. А ты где отдыхал, Ерлан? Я отлично провел время в городе Капшагай Алматинской области. Это родина моих родителей. Я много плавал и катался на велосипеде. Санат, сен қайда демалдың жазда? Мен демалыс кезінде атам мен әжемнің ауылы Атырау облысында Құрық деген ауылда өз демалысымды өткіздім. Бұл менің әкемнің отаны. Ал сен қайда демалдың, Ерлан? Мен өзімнің уақытымды Қапшағай қаласында өткіздім. Алматы облысында орналасқан. Ол менің ата-анамның туған жері. Мен ол жерде көп суға түстім, жүздім, велосипед тептім. Выпиши название малой родины родителей Саната и Ерлана. Это село Курык, город Капшагай. Санат пен Ерланның ата-анасының туған жерін жаз. Какие знаки препинания ты встретил в этом тексте? Қандай тыныс белгілерін мына мәтінде кездестірдің? Знаки препинания. Тыныс белгілері. Вопросительный знак, запятая, точка. Сұрақ белгісі, үтір, нүкте. Осы тыныс белгілерін кездестірдім. Урок окончен. До свидания.